Сәлеметсіздер ме? Міне кеш те болып қалды. Құрметті ата-аналар, бөбектер, мен сіздерге Жүсіп Мерген деген ертегі дайындадым, соны оқуға рұқсат етіңіздер. Бір күні Жүсіп шиті мылтығын алып келе жатса, бір ағаштың басында қара құс отыр екен. Жүсіп атайын деп оқтала бергенде қара құс: «Мерген, сен мені атпай-ақ қой» дейді. Әуел таң қалған Жүсіп аз ойланып, осы қара құстың тірі жүргенінен өлген артық болар деп атуға екінші рет оқтала. Қара құс тағы да: «Мерген, мені атпай-ақ қой» дейді. Жүсіп тағы ойланып үшінші рет қара құсты қарауылға алғанда: «Мен сенің қолыңа қонайын, сен мені бақ» дейді. Жүсіп құстың айтқан жасайды. Бір күні қара құс Жүсіпке: «Сен арқама мін, орманға апарайын» дейді. Жүсіпке арқасын тосады. Жүсіп құстың арқасына отырып қалың тоғайға келеді. «Сен осының ішінен бір үлкен ағаш таңда» дейді қара құс. Жүсіп көрсеткен ағашқа қара құс қонады да ағашты сілкілейді, бірақ оған ағаш сынап қоймайды. Қара құс: «Мен әлі де бақ» дейді. Жүсіп құсты 2 ай бағып қайта келген Жүсіптің таңдаған ағашы шорт сынады. Сонда қара құс: «Сен менің арқама мін» деп әмір етеді. Жүсіп қара құсқа мініп аспанға ұшады. Қара құс аспанға шарықтап бір теңіздің үстіне келе бергенде Жүсіпті тастап жібереді, суға жақын келгенде іліп әкетеді. Екінші рет жанып жатқан өрттің үстіне тастап жіберіп, отқа жақын қалғанда іліп әкетеді. Үшінші рет құздың үстінен тастайды да тасқа жақын қалғанда қағып әкетеді. Сонда қара құс бір төбеге қонып Жүсіптен: «Сен жаңағы судан, өрттен, таудан қорықтың ба?» деп сұрайды. «Қорықпағандашы, жаным көзіме көрінеді» дейді Жүсіп. Көзіңе көрінсе, мен әуелі атам деп жанымды көзімге көрсеткенсің. Ал Жүсіп, осы төбенің етегінде менің елім бар. Соған сен барып әкемнен сүйініш сұра. Менің мұндай халге жеткенім соғыста қолымнан, аяғымнан айырылдым. Мені Құдай осындай халге жеткізді. Сен әкеме барғанда қанша мал берем десе де алма, тек кішкентай қызыл сандық бар, соны алам де». Осы сөз бойынша Жүсіп құстың айтқанын айтады. Әкесі сонда: «Жан дегенде жалғыз балаған, баламнан аяғаны дейшесін» дейді да сандықты береді. «Бірақ сен бұл сандықты ашпа, ашсаң көп қиындық көресің» дейді. 40 күн ойын, 30 күн тойын жасағаннан кейін қара құстың әкесі 40 уәзірін ертіп Жүсіпті еліне аттандырыпты. Жүсіп бір аралға келгенде ол: «Осы сандықта не бар дейсің?» Ашып қалса, сол бойда бірдеңе жалт ете түседі де Жүсіптің үстіне алтын мұнара тігіле қалады. 40 уәзір 40 жерден жүрлеп айқайлап Жүсіп жүре алмай жылап отырған Жүсіптің қасына бір мыстан кемпір келеді. «Үйіңе барғанда үйіңде сен танымайтын бір бала бар. Соны осы аралға әкеп тастап кет» деп бұйырады. «Жарайды, әйтеуір осы үйді қайтадан сандыққа салып бер» деп жалынады Жүсіп. Мыстан келісіп үйді сандыққа салып береді. Көп кешікпей Жүсіп үйіне келеді. Үйде өзі кеткеннен кейін туған баласы бар екен. Баласының аты Серік екен. Жүсіп сол Серікті әлгі аралға тастап кет деп 40 уәзірге қосып жібереді. 40 уәзір жолда аралға тастап кеткеннен кейін Серік жылап отырса, мыстан келіп: «Балам, жылама, судың ортасына барып, бойлап қолыңды серме. Сонда қолыңа есіктің тұтқасы ілінер. Сол есікті аш та жүгіре бер. Алдыңнан тағы бір есік шығар. Сол есікті ашсаң, алдыңнан қан шығар. Сол саған бір жұмыс тапсырады» дейді. Құрметті ата-аналар, құрметті балалар, мына ертегі өте күрделі екен. Сондықтан мен бүгінгі оны аяғына дейін оқымаймын, ертең жалғастырамын. Сіздерге осы ертегінің басы ұнады ғой деп ойлаймын. Ертең аяқтағаннан кейін бүгін де жүрек лүпілдеріңізді басып, пікірлеріңізді жазып, ертегімді тыңдап ары қарай таратыңыздар. Сау болыңыздар.